Балам, Ал анашым. бүгін бір басым айланқырап тұр. Бір етті, дәмді тамақ алып келесің ба? Болды анашым, алып барам. Алып келесің ғой, Әрине алып барам, уайымдамаңыз. Ой, айналайын. Тапқаның Алла берекесін берсін. Аумин, рахмет анашым. Жақсы сау болыңыз. Өмір сыйладың, мәпеледің, ол қызыңды жетеледің, мақсатына көздеген. Алло, балам. Ал анашым. Бүгін бір ерекше түркше тамақ жегім кеп тұр. Түрікше тамақ жегіңіз келді ма? Я, балам, өзің білесің ғой. Болды анашым. Я білем ғой қандайын жейтініңіз. Ой, жарайды. Әкелесің ғой. Болды анашым, алып барам. Жақсы. Жарайды. Көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жаныма жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашыма. Ал анашым. Балам, Ал анашым. қалайсың? Жақсы анашым, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, балам. Мен бір жақсылап қуырдақ жегім кеп жатыр. Алып келесің ба? Болды анашым, жұмыстан шыққан соң апарып берем. Жоқ. Қазір алып кел. Қазір? Иә. Жарайды анашым. Сіз айтсаңыз солай болады. Қазір апарып берем. Жарайды, жақсы. Осы біздің мамаға соңғы күндері не болып жүр? Ана тамақты алып кел, мына тамақты алып кел деп. Бірақ менің жаңа фирма ашып, жұмысымның жүріп жатқан барлығы сол кісінің дұғасы мен батасы ғой. Әрдайым береке тілеп тұрады. Ой, бар кезінде бағалайды. Мам, мен келдім. Ой, біздің тапсырысымыз келді ма? Келін. Келе ғой, біздің тапсырысымыз келіпті. Балам, біздің қуырдақ жегіміз келіпті енді. Келін. Балам саған ет ауқат беріп жіберіпті. Міне, ысытып жеп ал. Ішіндегі балаңа да қуат болады, жарай ма? Рахмет, мам, как раз жегім келіп тұр еді. Бара ғой. Келін. Ау, мам. Міне, балам саған турецкий тамақ беріп жіберіпті. Жеп ал, жарай ма? Рахмет. Ұзақтан аңсап жүрдім турецкий тамақтарды. Рахмет көп. Ой, айналай, жеп ал. Болды анашым. Проблема жоқ қой, мына алып келдім тапсырыстарыңыз. Келін, алданан тез ысытып жіберіп, жарай ма? Мам, мынау сіз жақсы көретін шежіре ресторанының тамақтарын алып келдім әдейі. Ой, қандай керемет. Балам, ал сала ғой, балам. Бірінші келіншегіне салсайшы. Жарайды. Балам, саған рахмет. Біз қалаған тамағымызды айтсақ, алып кеп беріп тұрдың. Мені тамақтандырдың, келіншегіңді тамақтандырдың, кішкентай сәбилеріңді тамақтандырдың. Алла сенің берекеңді беріп, ырзық несібеңді мол етсін, жаным айналайын. Сенің берген ақшаларыңның барлығын біз жинап, саған тағы да бір өзіміздің жаңалығымыз бар. Келін, алып келші. Балам, сенің көптен бері умра қажылыққа барғың келіп жүрген біз білеміз. Сондықтан ТС ғалам компаниясынан умра қажылыққа саған жолдама алып қойдық, балам. Мінекей, Құдай қаласа осыған барып кел. Рахмет анашым, үлкен рахмет. Сіздердің маған дұға еткендеріңіздің соның өзі жеткілікті ғой. Ой жаным, анашым рахмет. Анаға, әкеге жасаған жақсылық та, жаманшылық та өз балаларының алдынан шығады. Әр уақытта ойлаңдар. Оларға бірдемені бөліп берудің керегі жоқ. Жалақылардың жартысын апарып берудің қажеті жоқ. 5 минут жанында отырып, мойнынан құшақтап, папа, мама десең, ата десең, соның өзі керек. Оларға басқасының бәрі керек жоқ.